Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын ірімшікке толы керемет таңғы астың рецептісін ұсынамын. Ең алдымен жұмыртқаға тұзды қосып араластырамыз. Кейін жұмыртқаға сүтті қосып, барлығын жақсылап венчикпенен немесе шанышқыменен араластырамыз. Електен өткізілген ұнды бірнеше бөлікке бөліп, оған қопсытқышты қосамыз. Барлығын жақсылап түйіршік қалмайтындай етіп араластырамыз. Ұнның қалған бөлігін салып, тағы да араластырамыз. Қандай да бір тағам жасамас бұрын ұнды міндетті түрде електен өткізуге кеңес беремін. Сол кезде сіздердің әрбір тағамдарыңыз жақсы болып көтерілетін болады. Біздің қамырымыздың массасы осындай болып шықты. Енді осы қамырымызға ірімшікті саламыз. Ірімшікті мен алдын ала күштен өткізіп алдым. Тағы да барлығын жақсылап осылай лопаткамен немесе қасықпенен араластырып аламыз. Осы кезде табамызды қатты етіп газға қыздырып аламыз. Қызған табамызға сұйық майды құйып, оны осылай кондитерлік кисточкамен жағып аламыз. Дайын болған қамырды теңдей етіп екі бөлікке бөліп аламыз. Мен бірінші бөлігін қызып тұрған табаға осылай қасықпенен салып шықтым. Шамамен менде 3-4 қасықтай қамыр салынды. Енді осы қамырды видеода көрсетілгендей етіп қасықпенен немесе лопаткаменен біркелкі қылдырып табамыздың ішіне жайғастырамыз. Ары қарай газды орташа отқа қойып, қақпағын жауып, шамамен асты қызарғанша 1 минуттай пісіреміз. Астын міндетті түрде қарап отырыңыздар. Асты қызарған уақытта оны екінші жағына қарай аудару керек болады. Осылай лопаткаменен өте оңай аударылады. Тағы да қақпағын жауып 1 минуттай ұстаймыз. Бірден ыстық күйінде осылай сары майымызды бетіне жағып аламыз. Достар, мен рецептке қажетті ингредиенттердің мөлшерін видео соңында описание бөліміне қалдыратын боламын, сол жерден қараңыздар. Біздің қамырларымыз өте тез піседі, сондықтан асты күйіп кетпеу үшін қарап отырыңыздар. Біздің алғашқы қамырымыз осылай дайын болды. Енді қалған бөлігінде дәл осылай етіп, біріншісін қалай пісірдік, тура солай етіп пісіреміз. Қалған қамырды осылай бірден табаға салып, осылай лопаткамен жайғастырып алдым. Достар, шын мәнісінде бұл өте керемет болып шығады. Жылы күйінде жесеңіздер өте сондай дәмді. Бір жасағаннан кейін міндетті түрде қайтадан жасайтын боласыздар. Сол себептен көп мөлшерде дайындауға кеңес етемін. Бұл видеода менде тек бір порцияға арналған мөлшері көрсетілген. Сіздер қалауларыңызша мөлшерін көбейтіп істесеңіздер де болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Ішіндегі ірімшіктің дәмі сондай керемет дәм береді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне біздің қамырларымыз осылай әдемі болып шықты. Бұл тағамды жасалу жолына байланысты ленивые хачапури деп атайды. Өте жеңіл дайындалады. Санаулы минуттар ішінде осындай керемет тағамды дайындауға мүмкіндік береді. Сіздер де дайындап көріңіздер. Қалай шыққандығы туралы өз ойларыңызды комментарий бөлімінен жазыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлім. Үнемі каналымда жаңа аптасына тұрақты түрде видео рецепттермен бөлісемін. Оларды жіберіп алмау үшін каналға тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркеліп алуға кеңес етемін. Астарыңыз дәмді болсын.